Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгін өтетініміз жай сөйлем. Сөйлем өзі жай сөйлем дегеніміз не? Бір ғана тиянақты ойды білдіретін сөйлем жай сөйлем. Сөйлемдер жай менен құрмалас болып екіге бөлінеді. Жай сөйлем тек бір ғана бастауыштан, бір ғана баяндаушы болады. Жай сөйлемнің тиянақты бір ғана ойды білдіреді. Айтайық, сабақ басталды, көктем келді, қыз жақындады, жай сөйлемдер ғой. Далада күн суыта бастады, айтайық, бұда жай сөйлем, бірақ ойды білдіріп тұр. Анам дүкеннен әдемі кітап әкелді, жай сөйлем. Бір ғана бастаушы бар, бір ғана баяндаушы бар, тиянақты бір ғана ойды білдіріп тұр. Жай сөйлемдер айтылу мақсатына қарай хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты болады. Оны төменгі класстан жақсы білесіздер. Сабақ аяқталды, соңына нүкте қойылады. Неге жылдам қайттың, соңына сұрақ белгісі қойылады. Бұйрықты сен оған өзің айтып бер, бұйырып тұр, талап етіп тұр. Бұл бұйрықты сөйлем. Лепті сөйлем адамның көңіл күйін білдіреді. Осылайша біз 4 түрлі сөйлемді төменгі класста өткенбіз. Сөйлемдер құрамына қарай төмендегіше бөлінеді, жай сөйлемнің өзі. Енді осы тарауды жақсылап суретке түсіріп алыңыздар. Жай сөйлемдер жақты, жақсыз. Егер сөйлемнің бастаушы болса, ол жақты сөйлем. Бастаушы бар сөйлем. Мен ауылға бардым, бастаушы мен. Дұрыс па? Бастаушы мүлдем болмаса, ол жақсы сөйлем. Оған хабар беру керек. Беру керек деген баяндауыш. Кімге оған? Бұл толықтауыш, а бастауышы жоқ. Менің оқығым келеді дегенде, оқығым келеді баяндауыш. Кімнің оқығысы келеді? Менің. Іліксеп дегенде тұрса, ол анықтауыш. Бастауышы жоқ. Бұл жерде мен оқығым келеді деп айтпаймыз. Менің оқығым келеді деп айтамыз. Дұрысы солай. Ойлап қалмаңыздар, апай, мен оқығым келеді деп айтамыз ғой деп. Жоқ, менің өйткені оқығым деп жіктеліп тәуелденіп тұр ғой. Жерде кімнің оқығысы келеді? Менің оқығым келеді. Бұл жерде мен іліксеп дегенде тұр. Сондықтан ол бастауыш емес. Үрлатау сектісі бастауыш болар еді. Жалаң сөйлем тек қана тұрлаулы мүшелерден тұрады. Ол келді, жаңбыр жауды. Ол бастауыш, келді, баяндауыш. Жаңбыр бастауыш, жауды, баяндауыш. Бұл жалаң сөйлем. Оған қосымша тұрлаусыз мүше келсе, қатысса, ол жайылма сөйлем. Ол ерте келді, жаңбыр қатты жауды. Көрдіңіз бе? Ол ерте келді. Жаңағы бастауыш пен баяндаушыға ерте деген пысықтауыш қосылып тұр. Жаңбыр қатты жауды. Бұда қимылсын пысықтауыш қосылып тұр арасына. Жайылып тұр сөйлем. Көрдіңіз бе? Тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелері бар сөйлем болғандықтан ол жайылма сөйлем. Енді толымды сөйлем. Толымды сөйлем ойға қажетті мүшелердің бәрі қатысса. Мысалға, жаңбыр қатты жауды деп айтып тұр, бірақ бәрі емес қой. Қашан жауды? Кеше жаңбыр қатты жауды ма? Таңертең қатты жауды білмейміз ғой. Ал мына жерде сондықтан ол толымсыз сөйлем. Қараңыз, ойға қажетті мүшенің бәрі бар. Қыста бізде ауа райы өте суық болады. Егер осыны біз қыста өте суық болады десем, қайда суық болады? Бізде ме? Немесе не суық болады белгісіз? Көрдіңіз бе? Бізде ауа райы деген айтпаса, қыста өте суық болады десек, мыналар айтылмай тұрады. Бұл тұрар еді, бұл толымсыз сөйлем. Мына жерде барлық мүшелері, қажетті мүшенің бәрі айтылып тұр. Сондықтан ол толымды сөйлем. Толымсыз сөйлем, ойға қатысты сөйлем мүшесінің біреу түсіп қалады. Мысалы, балам, қайдан келесің? Астанадан. Көрдіңіз бе? Қайдан келесің деген жазылмаған айбекпен де келесің дегенде сен қайдан келесің деп сұрап тұр ғой. Ол Астанадан келе жатырмын деп, Астанадан келе жатырмын деп түгел айтып тұрған жоқ. Сондықтан бұл толымсыз сөйлем. Атаулы сөйлем дегеніміз іс оқиғаның құбылысының атауын ғана көрсетеді. Жаз, қайнаған күн, егіс даласы, тек қана атын көрсетіп тұр. Ол жерде жазда не болып жатыр, не қойып жатыр, егіс даласында кім жүр, не істеп жүр, қанша комбайн, қанша трактор жүр, ештеңе айтылып тұрған жоқ. Бұл тек құбылыстың атын ғана білдіріп, атап тұр. Қайталап айтам, жақты сөйлем бастауышы бар болса, жақсы сөйлем бастауышы мүлдем жоқ болса, жасырын тұрса емес, мүлдем жоқ болса, жалаң сөйлем тек қана тұрлаулы мүшелерден тұрса, жайылма сөйлем тұрлаулы мүшенің жанында тұрлаусыз мүшелерде болса, толымды сөйлем қажетті мүшенің бәрі болса, толымсыз сөйлем солардың біреуі түсіп қалса. Атаулы сөйлем іс оқиғаның құбылыстың атауын ғана білдірсе. Мысалы, вокзал басы дей саламыз. Вокзал басы. Сондай сөйлем тұрады, болады ғой. Не деген сөз? Тек біз атауын ғана айттық құбылыстың. Біз оның ішінде адамдар ығы-жығы жүгіріп жүр деп айтқан жоқпыз ғой. Есіңізге түсті, е? Жақсы. Мектепте бұл мәселе айтылған. Енді жұмыс істеп көрейік, тексеріп көрейік. Сұраулы сөйлемді көрсетіңіздер. Қандай теңіз теңелер теңізден терең ойыңа?
Беу шіркін таудың күйі, ыстық тастың күйі. Ағасы бардың жағасы бар. Сұрау сөйлем қайсы? Әрине бірінші, қандай теңіз тегелер, теңізден терең ойыңа. Артынан сұрақ белгісі қойылу керек. Қай сөйлем дұрыс жалғаумен берілген? Оқып көрейікші. Әділ банкте жұмыс істеймін. Әділ банктың жұмысын істейді. Әділ банкте жұмыс істейді. Әділ банктың жұмыс істейді. Әділ банкте жұмыс істейді. Әділ банкте жұмыс істейміз. Әділ банктен жұмыс істейміз. Әрине екінші сөйлем. Үшінші сөйлем әділ банкте жұмыс істейді. Жақсы сөйлем табамыз. Яғни айтқанда несі жоқ? Бастаушы жоқ. Сол кезде мәнді мағыналы сөз айта бастады. Айта бастады баяндаушы. Кім айта бастады? Ол айта бастады. Олар айта бастады. Бастаушы бар. Бірақ жасырын тұр. Әкесінің сыйлаған жаңа етігін алдымен оң аяғына, содан соң сол аяғына киді. Кім киді? Баласы киді. Бастаушы бар. Бірақ ол жасырын тұр. Бейсенбі күні жолға жүру билетін алдым. Кім алды? Мен алдым. Бастаушы бар. Бірақ ол жасырын тұр. Жаман дағдыға елеусіз қарауға болмайды. Міне жақсы сөйлем. Қарауға болмайды. Кімге болмайды? Маған қарауға болмайды. Саған қарауға болмайды. Ешқашан қарауға болмайды. Бірақ нақты кім екені айтылмайды. Атау септігіндегі кәдімгі қажетті бастауыш жоқ. Сондықтан бұл жақсы сөйлем. Ал кіп кішкене тас үлкен әйнекті күл парша етеді деген сөйлемде баяндауыш күл парша етеді. Не күл парша етеді? Тас күл парша етеді. Бастауышы бар. Демек бұл сөйлемде жақсы сөйлем, мынау төртінші сөйлем, жаман дағдыға елеусіз қарауға болмайды. Төл сөз бен төлеу сөз жайлы кішкене ғана айтып кетейік, балалар, суретке түсіріп алыңдар. Бұл да бір қиындау тақырып. Төл сөз ол жазушының, айтушы адамның ешқандай өзгертілмей айтылған сөзі. Автор сөзі соны жеткізген адамның сөзі. Ал төлеу сөз сол ойды өзгертіп өзіңнің сөзімен айтсаң. Мысалы қараймыз, қараңыздаршы міне. Баламмен ақылдасайын, деді Ақылбай. Мынау баламмен ақылдасайын төл сөз, деді Ақылбай автор сөзі. Балтабай былай деді, баламмен ақылдасайын. Балтабай былай деді автор сөзі, Балтабайдың сөзі, баламмен ақылдасайын, бұл төл сөз. Баламмен деді Балтабай ақылдасайын. Автор сөзі деді Балтабай, баламмен ақылдасайын, сол Балтабайдың айтқан сөзі төл сөз. Неге бұларды мен осылайша көрсетіп тұрмын? Себебі тыныс белгісін айтқым келген. Төл сөз әрдайым тырнақшаға алынады. Автор сөзі өзінше қосымша беріледі. Егер төл сөз автор сөзінің алдында келсе, тырнақшадан кейін өтір қойылады. Төл сөз автор сөзі төл сөздің алдында келсе, автор сөзінен кейін қос нүкте қойылады. Ал автор сөзі төл сөздің ортасында келсе, екіге бөлінеді төл сөз, автор сөздің екі жағына сызықша қойылады. Төл сөз тырнақшамен келген, сызықшамен келгенде де осылай жазылады. Тырнақшаны алып тастап сызықша қойсақ та осылай жазылады. Қараймыз. Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөз табайықшы қана. Абай былай дейді, баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Абай былай дейді, баланың жақсысы қызық, жаманы. Абай былай дейді, баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Қай жерде бұл дұрыс? Әрине мына біріншіде ғана. Абай былай дейді, баланың, жоқ, ол дұрыс емес. Мына сызықша артық. Мына жерде мына сызықша артық. Мына жерде үтір артық. Абай былай дейді, қос нүкте, баланың жақсысы қызық, жаманы күйік, төл сөз. Бұл дұрыс жазылған сөйлем. Абай былай дейді, баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Мына жерде ештеңе жоқ, бұл қате. Ең дұрысы осы Д варианты, нұсқасы. Автор сөзінің төл сөзден бұрын орналасқан жерін көрсетпейді. Қай жерде бұрын орналасып тұр? Бәйтеректің биіктігін ай, деді Мақсат аспанға қарап. Автор сөзі артында тұр. Ерғанаттың атын әкеліңдер деп бұйырды нағашым. Автор сөзі артында тұр. Әкем қуана бізге былай деді, айналайындарым ай. Міне, автор сөзі төл сөздің алдында тұрған осы вариант. Енді осы жаңағы сөздердің бәрін төлеу сөзге айналдырайықшы. Өзімізше өзгертіп алуымыз керек. Абай баланың жақсысы қызық, жаманы күйік екендігін айтты. Осылай айналдырамыз төл сөзді төлеу сөзге. Көрдіңіз бе? Ешқандай тырнақша, нау деген жоқ, өзіміздің сөзімізбен өзгерттік. Мақсат аспанға қарап бәйтеректің биіктігіне таңданды. Нағашым Ерғанаттың атын әкелуді бұйырды. Әжем оған ауылдың тау тасын көрсетуді тапсырды.
мен өзім аралап қайтуға тілек білдірдім. Көрдіңіз бе? Төл сөздің бәрін біз осылай төлеу сөзге айналдырдық. Тура осы бетті суретке түсіріп алсаңыздар, сіздер төл сөз бен төлеу сөздің тыныс белгілерін де төлеу сөзге қалай айналдырылатынын да біліп аласыздар. Суретке түсіріп алыңыздар. Енді сөйлем мүшелері. Сөйлем мүшелерінің өзі тұрлаулы мүшелері, тұрлаусыз мүшелер болып бөлінеді. Тұрлаулы мүшелер дегеніміз бастауыш пен баяндауыш. Мұнда мен сызығын көрсеттім. Бастауыш әрдайым бір сызықпен, баяндауыш екі сызықпен сызылады. Кім не, кімдер нелер бастауыштың сұрағы, не істеді қайтты баяндауыштың сұрағы. Дүкен ашық, бала келді, дүкен мен бала бастауыш. Ауыл қуанды, Әлия тұрды, мұнда қуанды, тұрды баяндауыш. Бастауыш пен баяндауыштың арасына қандай жағдайда сызықша қойылады? Бағана мана мен айттым ғой, бастауыш зат есімінен, баяндауыш зат есімінен болса. Қараңызшы, бөрік адамға көрік. Бөрік деген бастауышты зат есім, көрік деген баяндауышты зат есім. Арасына сызықша. Бастауыш сілтеу есімдігі, баяндауыш зат есімінен. Тура осыны түсіріп алыңыздар суретке. Бұл сілтеу есімдігі, баяндауыш қуаныш зат есім. Бастауыш үшінші жақ жіктеу есімдігі, баяндауыш зат есіміне. Ол әйгілі әнші. Бастауыш заттанған сын есім, сан есім есімше, баяндауыш зат есім. Ер жігіттің екі өлі сөйлегені өлгені. Сөйлеген деген есімше заттанып тұр. Несі өлгені. Бастауыш түйік етістік, баяндауыш зат есімнен. Оқу, білім бұлағы. Бұлақ деген баяндауыш зат есім, оқу деген түйік етістік. Бастауыш зат есім, баяндауыш түйік етістік. Менің мақсатым еліме пайдалы азамат болу. Түйік етістік. Бастауыш сан есім, баяндауыш сан есім. 5 жерде 5-25. Енді қараңыздаршы. Көп ретте баяндауыш зат есіміне болса, бастауышпен арада сызықша болады. Баяндауыш түйік етістіктен болса, бастауыш зат есімінен болса, сызықша. Баяндауышта, бастауышта сан есімінен болса, арасына сызықша. Тапсырманы қарайық. Баяндауыш пен бастауыштың арасына қойылатын сызықшаны таптық. Табыңыз дейді. Қай жерде сызықша қойылады? Әрине 2-8, 16. Үлкен баяндауыш зат есім. Қыс қатты дегенге қоя алмаймыз. Қоя алмаймыз, қыс қатты. Бұл сөз тіркесі. Күн ашық, сөз тіркесі. Жанымызда 4-еу бар. Көрдіңіз бе, сөз тіркесі. Татулықты табысым, ол кәдімгі сөйлем. Келесі. Сөйлемнің енді тұрлаусыз мүшелері бар. Толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш. Мен сызығын көрсеттім. Толықтауыш мынандай сызықпен сызылады, бөлінген. Мына пысықтауыш арасынан нүктелі сызықпен, анықтауыш ирек сызықпен. Толықтауыш дегенде мына бүкіл 5 септік толықтауыш. Көрдіңіз бе? Барыс септігі, табыс септігі, жатыс, шығыс, көмектес септігі. Енді осының ішінде табыс септігінде тұрса, бұл тура толықтауыш. Қалған септіктерде тұрса, жанама толықтауыш. Анықтауыш қандай, нешінші, неше, қанша, кім. Анықтауыш кімнің, ненің. Алмаз Озат оқушы қандай. Ол 5-ші, несінші, Абайдың суреті, кімнің суреті. Бұлар анықтауыштар. Сұрақтары қандай, нешінші, неше, қанша, кімнің, ненің. Ал пысықтауыш қалай, қайда, қашан, қайдан. Мекенін, мезгілін, іс-қимылдың білдіреді. Машина тез жүреді, қалай жүреді. Олар далаға шықты, қайда шықты. Қыста күн суық, қашан күн суық. Біз қаладан келдік, қайдан келдік. Осының барлығы мезгілін, әрекеттің мезгілін, мекенін білдірсе, мезгілін, мекенін қалай орындалғанын білдірсе, бұлар пысықтауыш болады. Сөйлем мүшесіне талдаңыз дейді. Балапан ауладан дән тауып алды. Дулат пен Индира мектепке қарай асығып барады. Суретке түсіріп алып, өздеріңіз үйде талдасаңыздар болады. Тауып алды деген ол баяндауыш. Кім тауып алды? Балапан, бұл бастауыш. Қайдан тауып алды? Пысықтауыш. Нені тауып алды? Толықтауыш. Тура толықтауыш. Өйткені ол кімді, нені деген табыс септігінде тұр. Дулат пен Индира мектепке қарай асығып барады. Ең бірінші біз сөйлем талдағанда баяндаушын табамыз. Ол сөйлемнің соңында тұрады. Асығып барады. Кім асығып барады? Дулат пен Индира, бастауыш. Қайда асығып барады? Мектепке қарай, пысықтауыш. Нүйлі апасына тез бауыр басты. Бауыр басты, үйренді деген сөз. Күрделі баяндауыш. Кім бауыр басты? Нүрила, бастауыш. Кімге бауыр басты? Апасына. Кімге, неге деген бұлдың бар септігінде жанама толықтауыш. Самал қуыршаққа көйлек тікті. Тікті баяндауыш. Кім тікті? Самал бастауыш. Неге тікті? Қуыршаққа. Кімге, неге? Мынау жанама толықтауыш. Нені тікті? Көйлекті тікті. Табыс септігінде тұрған тура толықтауыш. Серік доп ойнады. Ойнады баяндауыш. Кім ойнады? Серік. Серік нені ойнады? Табыс септігінде тұрған тура толықтауыш. Бағдат досына хат жазды. Жазды баяндауыш. Кім жазды? Бағдат жазды. Бастауыш. Досына кімге?
бар септігінде тұрған жанама толық қалды. Міне осымен балалар, сіздерменен біз сөйлемнің тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерімен таныстық. Жақсылап көшіріп алып, өздеріңіз өз беттеріңізше сөйлем талдап үйреніңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сабақ осымен аяқталды.